Қазақ елінің ұстабы еңбегінің негізін қалаған қазақтың бір туар азаматы, алаш қайраткері Барлыбек Сырттанұлын біреу білсе, біреу біле бермейтіні анық. Бүгінде осы алаш қайраткерінің есімі Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 34-ші орта мектебіне берілген. Бұл мектепке жаңа басшы Амангелді Боданов директор болып келгеніне 2-3 айдың көлемі болса да, Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы мен Барлыбек Сырттанұлы атындағы нөмірі 34-ші мектеп ұжымы бірлесіп, алаш және құқықтық мемлекет атты тақырыпта қалалық семинар өткізді. Семинарға Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығының әдіскерлері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, алаш танушы ғалымдар, Астана қаласы әкімдігіне қарасты білім саласының білікті мамандары қатысты. Бүгін 13 мамыр күні Астана қаласындағы Барлыбек Сырттанұлы атындағы 34-ші орта мектепте алаш және құқықтық мемлекет тақырыбында семинар өткізіп отырмыз. Бұл датаны таңдаудағы басты мақсат, бұл 1911 жылғы тарихымызға жүгінсек, 13 маусым күні дәл осы уставтың қабылданған уақыт екен. Ең басты өнімі бұл қазақ елінің уставы деген жарғысы. Қазақ елінің уставы жарғысы бұл қазіргі Қазақстан Республикасының Конституциясына пара-пар құжат болып табылады. Бұл құжаттың негізінде 28 бап, 3 бөлімнен тұрады. Оның аясында мемлекеттік құрылымнан бастап, оның басқаруындағы азаматтардың құқықтары, оның ішінде отбасы институты, әкенің, баланың және әйелдің құқықтары толық қамтылып жазылған. Одан бөлек мемлекеттік құрылымдағы азаматтардың бостандықтарына қатысты саяси көзқарастары, діни көзқарастары, тілдік ерекшеліктеріне де байланысты тұжырымды заңдық нормалар айқын қарастырылған. Жүріп өткен қайраткерлік саяси жолы, оның ұрпақтары, оның шежіресі, оның қоғамға сіңірген еңбегі, қазақ елі үшін сіңірген еңбектері зерттелу үстінде. Оқушыларымыздың зерттеулеріне сүйенетін болсақ, Барлыбек Сырттанұлының өмірбаянының ішінде кездесетін жағдай бұл Ресей отаршылдығына қатысты Барлыбек Сырттанұлының ұлт жолындағы қазақ халқына қамқорлығы, оның ішінде Ресейдің ішкі колониясынан шығарып, тәуелсіз мемлекет ретінде мәртебесін айқындау. Міне осы миссияға Барлыбек Сырттанұлы еңбек еткен. Қазақ елі республикасының жеке ел болу турасы идеясы бұл қазіргі біздің ТМД мемлекеттері тәрізді терезесі тең дербес мемлекеттердің одақтастығын көздейді. Адам баласының құқы туралы да, оның ішінде қазақ жері ең өзекті болып отырған қазақтың жері, жайылымдарды пайдалану, шаруаларға жер беру мәселелері де оның назарында болады. Оқушылардың зерттеулерінде назар аударатын болсақ, бұлар көп акцент қойылатын ұғым бұл Барлыбек Сырттанұлының жарғысы мен қазақ елінің конституциясындағы құқықтық сабақтастық. Әсіресе сонша 80 жылдан астам уақыт өтсе де, осы заңнаманың өзектілігі әлі күнге дейін жойылған жоқ. Осы қазақ елінің құқықтары, бостандықтары қағазға қатталған әрбір нормалар бүгінгі күнде тек қана жетілдіріліп, жаңа заманауи ұғымдар толықтырылып қана өңделіп 99 бапқа жетіп отыр. Алаш қайраткерлерінің қай-қайсысын алсақ та ол жоғары білімді, интеллигент азаматтар болған. Бұл кісінің білім алған ордасы Санкт-Петербургта білім алды. Бұл кісінің өмір жолында өзін атаған псевдоним, яғни лақап аты болған. Бұл Алашинский деген ұғыммен берген. Барлыбек Сырттанұлы Алашинский деген атаумен өзінің публицистикалық мақалаларын жариялап отырған. Әсіресе Айқап журналында баспасөз беттерінде өте белсенді қалам тербеген. Семинар таңертеңгілік мектептің акт залында пленарлық отырыстан басталды. Алғашқы болып Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталықтың әдіскері Жанар Тілеуқасимова сөз сөйлеп ашты. Кейін Астана қаласы Байқоңыр аудандық прокуратурасының бөлім прокуроры Асқар Рахым ата заң үстемділігі және әділдіктің кепілі тақырыбында баяндама жасады. Астана қаласы Байқоңыр аудандық полиция қызметкері Гүлзада Сатыбаева қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік сақшысы айбынды полиция тақырыбында баяндама оқыды. Бұдан кейін алаштанушы ғалым
Заңғар Кәрімхан алаш зиялыларының өмірі және еңбек жолдары туралы әңгіме өрбітті. Семинардың пленарлық отырысы өте қызықты, тартымды, жаңалыққа толы, бұрын-соңды айтылмаған тың дерек көздері айтылып, құқықтық тұрғыдан өз бағасын алды. Жалпы семинардың мақсаты мынау жасөспірімдер арасында өскелең ұрпақтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру бойынша өзекті мәселелерді талқылауға арналған болатын. Қазіргі қоғамдағы негізгі мәселенің бәрі бұл тәртіп және құқықтық мәдениет. Бүгінгі семинарға қатысушы ғалымдарымыз, құқық қорғау органдарынан келген, прокуратурадан келген мамандардың бірлесіп жасаған баяндамасы, немесе жаңағы атқарған жұмысы, бүгінгі пленарлық отырыста қаралған мәселенің бәрі осының көрінісі деп білемін. Келешекте осы мектептегі бүгінгі қалыптасқан үрдісімізді ары қарай бір жалғастырып, қала мектептерінде құқықтық мәдениет және құқықтық сананы қалыптастыру жолында тағы да осы сипатты семинарларды көптеп өткізуге ұсыныс бергім келіп отыр. Алаш және құқықтық мемлекет тақырыбындағы қалалық семинарымызға куә болдық. Семинар өзінің бүгінгі күндегі мақсатына жетті. Бұл семинардың мақсаты Барлыбек Сырттанұлының қазақ елінің ұстабы еңбегі мен қазіргі Қазақстан Республикасының заңнамасының арасындағы құқықтық сабақтастықты анықтау, тарихи құқықтық ойларды дамытуды зерделеу, заңдылық пен әділдік қағидаттарының маңызды түсіндіру арқылы құқықтық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ету болып табылады. Жалпы менің өз ойымда алаш туралы жазған жазушы болсын, алаш туралы қойылым қойған режиссер болсын, жалпы алаш туралы зерттеген ғалым болсын, барлығы да келген құрметке лайықты. Сол сияқты Барлыбек Сырттан есімін алғаннан кейін осы мектепте алаш арыстарын ұлықтап қандай да бір іс-шара өткізетін болса, ол да менің жүректерімнен табылатын құрметті, орынға лайықты жұмыстар деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі конференцияда біз тек қана Барлыбек Сырттанұлы ғана емес, оның өмір сүрген айналасындағы басқа да алаш тұлғаларының есімдерін дәріптеп, олардың еңбектерін бүгінгі күнге насихаттадық қой деп ойлаймын. Өйткені 20 ғасырдың басындағы алаш кезеңіндегі сондай бір шоғыр үлкен қалыптасқан үлкен зиялы қауым болмаса, ат үстінде жаңа күрескен сол керемет интеллигенция өкілдері болмаса, дәл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда оның жері де, территориясы да, халқы да болуы да не ғайып біледі. Сондықтан біз 20 ғасырдың басындағы тарихи оқиғаларға, алашқа қандай қарыздар болсақ, бүгінгі күнде ең өзекті нәрселердің барлығы да алаш мұрасын қайтаран бүгінгі өмірде жалғасқаны, жаңғырғаны керек. Жас ұрпақтың бойына отаншылдық сезімді ұялататын болсақ, олардың өз сол бабалары сияқты интеллектуалды ұлт болып деңгейіне шығу үшін олардың еңбектерін танысып, әрбірін жеке зерттеп, есімдерін ұлықтайтын кез келген іс-шара қажет. Ол спорттық бола ма, ол мәдениет бола ма, ол жалпы білім жүйесіндегі конференциялар бола ма, ол басқа семинарлар барлығы да қажет. Өйткені біздің кеткен есеміз, жоғалған уақытымыз осы кезеңде сәйкес келеді. Қайтару үшін әрине уақыт керек. Ол бір жағынан уақытты, жаңағы тарихты кері қайтарады. Екіншіден болашаққа деген біздің тура жолымызды, бағдарымызды дұрыс айқындайды. Семинардың екінші бөлімі басталып, құқықтық сананы қалыптастыру, ұлттық мұра, қазіргі заңнама және болашаққа бағдар атты тақырыпта секциялық отырыс пен ашық сабақтар басталды. Алғашқы сабақ құқықтық мемлекет қағидасы, Барлыбек Сырттанұлы қазақ елінің ұстабы еңбегі мен қазіргі Қазақстан Республикасының заңнамасының сабақтастығы тақырыбында өтілді. Одан кейін Барлыбек Сырттанұлының қазақ елі ұстабы еңбегіндегі отбасылық құқықтық бастауы және Қазақстанның гендерлік саясаты тақырыбында өрбіді. Барлыбек Сырттанұлының құқықтық мұрасы, құқық сабағындағы қолдану мүмкіндіктері тақырыбында өтті. Бүгінгі бала ертеңгі ел болашағы, ұлттық дәстүр, заң мен халықаралық тәжірибе ток-шоуы, ал құқықтық тәрбие мектеп тәжірибесінде атпенен шеберлік сынып сағаты өтілді. Шеберлік сынып сағатына қатысқан ұстаздар өте көп мағлұмат алдық дейді әңгімесінің бірінде. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгінгі мен көтергелі отырған тақырып Барлыбек Сырттанұлының қазақ елінің ұстабы еңбегіндегі отбасылық құқықтың бастауы және Қазақстандағы гендерлік саясат.
Барлыбек Сырттанұлы 20 ғасырдың басындағы тұңғыш қазақ заңгерлерінің бірі. Алғашқы ұлттық заң жобасын жазған қайраткер. Отбасылық құқық пен әйелдер құқықтарына ерекше көңіл бөлген. Отбасылық қатынастарды әділдік пен теңдік принциптері бойынша түзеген. Әйелдердің қоғамдық өмірге белсенді қатысуын насихаттаған. Барлыбек Сырттанұлының отбасы туралы көзқарастарына тоқталайын. Барлыбек Сырттанұлы отбасыны жеке адамдардың шағын ошағы емес, мемлекеттің іргетасы деп санаған. Отбасыны әділеттілікке, теңдікке, сыйластыққа негізделген қоғамның негізі деп санады. Отбасы ішіндегі қатынас тек құқықпен ғана емес, адамгершілік, сыйластық, ізгілік сияқты рухани құндылықтармен де реттелуі тиіс деген ұстанымдарды ұсынды. Жалпы қазақ даласындағы құқықтық ойдың бастауы билердің сөзінен ғана емес, сол кездердегі ағартушы заңгерлердің де еңбектерінен бастау алады. Соның бірі алаштанушы Барлыбек Сырттанұлының 1911 жылы жазылған қазақ халқының тарихындағы тұңғыш конституциялық құжаты, қазақ елінің уставы. Бұл еңбек сол уақыттағы Еуропа елдерінің заң жүйесін үлгі ете отырып, қазақ қоғамының ерекшелігіне сай жаңа құқықтық нормаларды ұсынды. Құжатта мемлекетті басқару құрылымымен қатар азаматтардың құқықтары мен бостандықтары, оның ішінде отбасы және неке мәселелері насихатталған. Қазақстанда қазіргі таңда гендерлік теңдікке жету бағытында бір қатар нақты жетістіктер бар десек те болады. Біріншіден, қыз балаларының орта және жоғарғы білімге тең қол жеткізу деңгейі жоғары, 85%-ды құрайды. Келесі, мәжілісте әйел депутаттар саны артты. Әйелдер үкіметтік құрылымдарда көрініс табуда, 45%-ның шамасында. Келесі, әйелдердің жұмысқа орналасу мүмкіндіктері артты. Кейбір салаларда басшылыққа келу көрсеткіші өсті, 75%-ның шамасында. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңдар қабылданды. Әйелдердің құқығы бойынша арнайы мемлекеттік бағдарламалар 70%-ның шамасында. Жалпы қорытындылайтын болсақ, Барлыбек Сырттанұлының қазақ елінің уставы еңбегі мен қазіргі қолданыстағы 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясының аясында мазмұндық сабақтастық пен идеялық үндестік бар. Бүгінгі Қазақстанда сол идеялар заңдық деңгейде жалғасын тауып отыр. Бүгінгі таңда Қазақстанда гендерлік саясатты дамытып, әйел мен ер адамның қоғамдағы рөлін теңестіруге ұмтылуда. Демек, бірін-бірі толықтырып тұрған құндылықтар жүйесі. Бүгінгі семинардың негізгі мақсаты Барлыбек Сырттанұлының қазақ елінің уставы еңбегін тарихи құқықтық тұрғыдан талдау арқылы оның мәні мен мазмұнын ашу. Қазақ елінің уставы мен қазіргі Қазақстан Республикасы заңнамасының арасындағы құқықтық сабақтастықты анықтау. Заңдылық пен әділдік қағидаттарының маңызын түсіндіру арқылы қатысушыларға құқықтық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ету болып табылады екен. Семинар қызықты, мазмұнды болып өтті.